Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 21-ші сабақ. Бүгінгі тақырып әжемнің таяғы. Бүгінгі сабақта өлеңді бөліктерге бөліп атауларын білесің. Әр бөлікке сай суреттерді таңдайсың. Белгілі бір бөлікті әңгімелейсің. Бірінші тапсырма түсініп оқы. Әжем туралы әңгіме. Саусағы сарала жүзікті, әрдайым жайдары жаз өңді. Көп ертек білетін қызықты, көрсеңдер аяулы әжемді. Әлдекім әжемнің шашына әдейі бор жағып қойғандай, кимешек тартқанда басына болады ақша бұлт қонғандай. Әжемнің осы екі заманда көргені керемет көп дейді, ал жасын анықтап санауға қолымның саусағы жетпейді. Қайқыбас жіңішке таяғы, қолынан түспейді жүргенде, бұрышқа апарып қояды даладан бөлмеге кіргенде. Орнында тұрса да таяғы, шығар да таба алмай қалады, кәрілік жеңген соң баяғы, кеміген көзінің жанары. Мұндайда өзім зыр қағамын, бұрышқа жүгіріп барамын, әжемнің қайқыбас таяғын қолына ұстата қоямын. Қастек Боранбай. Сен негізгі ойдың не екенін білесің. Осы негізгі ойдың басталуы, жалғасуы және аяқталуына қарап жоспар құруға болады. Екінші тапсырма өлеңнің жоспары және соған сәйкес суреттерді ретімен орналастырыңдар дейді балалар. Өлеңнің жоспары, өлеңдегі реті және соған сәйкес сурет саны. Бірінші, әжемнің кимешегі, өлеңдегі реті 4, соған сәйкес сурет 2 екен. Әжемнің таяғы, өлеңдегі реті 2, соған сәйкес сурет 1. Әжемнің жасы, өлеңдегі реті 3, сурет 4. Әжемнің сары ала жүзігі, өлеңдегі реті 1-ші номер, соған сәйкес сурет бұл жерде 3 екен балалар. Келесі үшінші тапсырма, суретке сай келетін өлең шыбақтарын тауып ат қой дейді. Менің әжем. Саусағы сарала жүзікті, әрдайым жайдары жаз өңді, көп ертек білетін қызықты, көрсеңдер аяулы әжемді. Соңғы 4-ші тапсырма, өзіңнің әжең туралы әңгімеле. Әжеңе қандай тілек айтар едің? Әжем өте мейірімді, ақылды, өмірлік тәжірибесі мол жан. Ол маған ертегі айтып, ақыл кеңес беріп отырады. Үйдің берекесі әжем. Әжеме арнаған тілегім, әже денсаулығыңыз мықты болсын. Ұзақ жасап, әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.